Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге қуанышты медицина. Бүгінгі қысқа видеомда мен сіздерге қарындағы майды кетірудің қарапайым жолдарын айтып түсіндіретін боламын. Мен фитнес-блогер немесе профессионалды спортсмен емеспін, бірақ менің медициналық білімім бар. Қарынға, бөксеге және организмде майдың жиналуының барлық механизмін, процесін мен толықтай түсінемін. Сіздерге қазір сол механизмдерді түсіндіретін боламын және қарындағы, бөкседегі майдың кетуіне әсер ететін екі факторды айтып түсіндіретін боламын. Осы екі факторды қолдансаңыздар, қарныңыздағы майдың кетуі тек қана уақыттың еншісінде, достар. Май деген не? Май не үшін пайда болады? Сіздердің барлықтарыңыз білесіздер. Мен сіздерге қазір түсініксіз терминдерді айтып бастарыңызды ауыртпаймын. Бір сөз ғана, май тек организмде артық қор. Түйенің өркеші. Не үшін қажет? Түйе ыстықта жүріп, сонау жолдарда жүрген кезде оған су беріп тұру үшін, энергия беріп тұру үшін. Адамға да тура солай. Май не үшін жиналады? Бізде артық калория көбейе беретін болса, артық көп тамақ жей беретін болсақ, оның қалып қалған килокалориясы бізге май болып жинала береді. Май болып жинала береді. Және мысалы пиво ішкен кезде, әртүрлі тәтті өнімдер, кола, тез сіңірілетін көмірсулар, бұлар жаңағы қанттар, кола оларды іше беретін болсақ, оның энергиясы бізде қорытылмайды. Себебі энергия онсыз да жеткілікті бізде, ал үстіндегі артық энергия бізге бөксеге, қарынға кетеді. Түсінікті ғой достар? Осындай қарапайым процесс. Қарынға майдың шығуы, бөксеге майдың шығуы, достар, бұл 1 айлық, 5 айлық процесс емес. Бұл 2-3 жылдық процесс. Сол үшін сіз 2-3 жыл бойы шығарып алған қарныңызды 1 сағатта немесе 1 аптада кетіре алмайсыздар. Қанша видео көріңіздер, қанша дәрі ішіңіздер, кетіре алмайсыздар, достар. Егер біреу сіздерге айтса, осындай дәрі іш, қарындағы май 2 аптада кетеді десе, оның барлығы өтірік. Шын болғанның өзінде бұл химиялық препарат сіздің организміңізге өте ауыр, қайтымсыз жанама әсерлерін тигізуі мүмкін. Қарындағы майдың кетуіне 2-ақ фактор қажет. Біріншісі бұл дұрыс тамақтану. Дұрыс тамақтану дегенде көп адам ойлайды, тек қана қара нан мен қара су ішу деп, бірақ олай емес, достар. Дұрыс тамақтану деген бұл толық 3 рет, 4 рет күнде тамақтану. Бірақ егер сіздің өзіңіздің жеп жүрген порцияңыз өте көп болса, сіз өзіңіз білмейсіз, көп деп ойламайсыз, бірақ ол өте көп. Содан жартысын ғана жеу. Түнде ұйықтайтын алдында тағамды тойып жемей, кішкене жартылай жеу. Жартылай тағамды жеп, обедтегі тамақты жартылай жеуге тырысу. Кез келген тамақты жартылай, адамның өзі білет, миы білет, тамақты жеп жатқанда ортаға келгені, сол ортада тоқтау, тұрып кету болды. Және бұл диетаға кола, чипсы және де әртүрлі пирожнилар, торттарды қосуға болмайды. Тез сіңірілетін сусындарды ішсеңіз, май сізге бәрібір шыға береді, достар. Сол себепті дұрыс тамақтану, порцияны азырақ қабылдау, өте аз деп анорексия болып та кетуге болмайды, тек қана ыстық су ішіп өмір сүруге болмайды. Тағамды толықтай тұтынуыңыз қажет, бірақ мысалы 20 штук манты емес, 5 штук манты жеу керек. Мен сіздерге қазір гипертрофировать етіп түсіндіріп жатырмын. Мағынасын түсіндіңіздер деп ойлаймын. Екіншісі бұл спорт, достар. Спортсыз, артық қимылсыз қарныңыздағы май кетпейді. Тек қана диета майды кетіре алмайды. Спорт дегенде мен сіздерге темір көтеріп, штанга көтеріп, немесе бассейнге барыңыздар деп айтпаймын. Спорт деген күнделікті 40 минут жаяу жүрудің өзі сіздерге толықтай жеткілікті. Егер сіз бірінші диета, ой, мына бала не айтып тұр, диета маған қажет емес десеңіздер, достар, таңертең тұрған кезде тек қана су ішіп 40 минут жүріңіздер. Таңертең тұрған кезде тек 40 минут жүрсеңіздер, 4 ай көлемінде. 40 минуттан кейін таңғы ас ішсеңіздер, сізде уже результат бола бастайды, достар. Осылай спортты қоссаңыздар, өте керемет спорт комплекстері бар. Мен сіздерге қазір описанияға беріп кететін болам. Табата упражнениялары, әртүрлі интервалды жаттығулар, немесе қарапайым жүгіру, жай жүгіру, отжимания, приседания, пресс, олардың барлығы, достар, өте оп-оңай, сіздерге ешқандай травма алып келмейді. Травма алып келмейтін спортпен түрме айналыссаңыздар, оны калистеника деп айтады, соның өзі сіздерге көмектеседі. Егер осы менің айтқан екі қарапайым ақылын тыңдасаңыздар, біріншісі жаңа питание, екіншісі бұл спорт, екеуін қоссаңыздар, 1 айдың ішінде 1,5 килограммнан 2 килограммға дейін арықтай аласыздар. Май кетеді. Май кетеді. Біз айтуыңыз мүмкін 2 килограмм өте аз деп. Бірақ достар, ойлаңыздар, 1 айда 2 килограмм, 2 айда 4 килограмм, 5 айда 10 килограмм. Сіз егер 5 ай өзіңізбен жұмыс жасайтын болсаңыздар, кейінгі өміріңізге өте күшті болады. 5 айда ол міндетті түрде сіздің әдетіңізге айналады, дұрыс тамақтану, спортпен айналысу, одан кейін сіздерге әрі қарай оңай болады. Достар, осы 2 қарапайым процесс, біріншісі дұрыс тамақтану, екіншісі спортпен айналысу. Барлықтарыңызға шын жүректен денсаулық тілеймін. Сіздермен бірге болған қуанышты медицина.